Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Muhammedun Rasulullah. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا Мәриям ол балаға жүкті болып, сонымен ұзақ бір жерге кетті. Сонда оны толғақ қысып, құрма ағашының түбіне барды да, әттең ай, мен бұдан бұрын өліп мүлде ұмытылып кеткен болсам ет деді. Періште оның астыңғы жағынан, кейіме, Раббың астыңнан бір бұлақ жаратты деп дыбыстады. Құрманың бұтағын өзіңе қарай сілкі, саған жас құрма түсет деген үн келді. Ал енді жеде іш, көз айым бол. Иса пайғамбарды дүниеге әкелер кезінде толғақ қысқан Мәриям анамызды Алла оған разы болсын, құрма жеуге иландырған Алла тағаланың хикметі қасиетті Құранның Мәриям сүресінде баяндалады. Яғни бұл арқылы Раббымыз әйелдер үшін жүктілік пен босану кезінде құрма жемісін жеудің маңызын білдіреді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам арқылы адамзатқа 7 ғасырда жіберілген Құрандағы бұл мәлімет жай ғана баяндала салған оқиға емес. Оның адамзат үшін хикмет екеніне, қос дүниенің жемісі болған құрма жайында ғалымдардың тұжырымдамасын саралап көрейік. Адамзат баласы құрма жемісін 7000 жылдан бері пайдаланатындығы жөнінде деректер табылған. Ал бұл жеміс адам ағзасына қажетті бүкіл микроэлементтер мен дәрумендерге өте бай. Солардың бірі қан жасушаларын түзуде маңызды рөл атқаратын фолий қышқылы, яғни B9 дәрумені. Жүкті әйелдерге фолий қышқылы өзгелерге қарағанда 2 есе қажет. Өйткені қандағы эритроциттер қатары көбейген кезде олардың қызметі нашарлап, қан аздығы пайда болады. Ал жасушалардың бөліну және генетикалық құрылымы кезінде, яғни ұрықтың ана құрсағында дамуында фолий қышқылының қажеттілігі 2 есеге артады. Мұндайда фолий қышқылына өте бай құрманың құндылығы зор. Сондай-ақ әйелдердің жүктілік кезінде жүрек айнуы мен ағзадағы физикалық өзгерістерге байланысты калий жетіспеушілігі туындайды. Құрма жемісі калийге бай болғандықтан ағзадағы су мөлшерін реттеуге атсалысады. Калий миға оттегі жеткізу арқылы ойдың зеректігін реттеп, бүйрекке ағзадан артық қалдықтарды сыртқа шығарудың белгілерін береді. Сондай-ақ калийдің ағзада жеткілікті болуы қан қысымының көтерілуіне жол бермей, теріге де оң әсерін тигізеді. Енді біздің көптеген жас бірінші босанатын әйелдеріміз жүктілік кезінде олардың қандары аз болады, қанның құрамындағы железі дейміз. Дәрігерші айтқанда солардың жетіспеушіліктен көптеген жас босанушы әйелдердің анемиямен, қан ауруымен ауырады, және де көптеген өзінің жас кездерінде жағдайларына дұрыс қарамағандықтан олардың бүйректері де ауырады. Босанатын әйелдерге айтатын тілектеріміз 2 қабат кездерінде өздеріне мән беріп, тамақтың құрамындағы қосымша кальций дейміз, железі, темір дейміз, соларға мән беру керек. Солардың аздығынан олардың қан құрамы азайып түседі. Сондықтан оларға көбіне біз ет тамағын жеусін дейміз. Сосын құрамында витаминдері көп сүт тамақтармен қоректенсін деп айталамыз. Сосын біздің жеміс жидек дейміз ғой, соның ішінде әсіресе құрмада көптеген витаминдердің құрамы бар, сонымен де қоректенулеріне болады. Темірге өте бай құрма адам ағзасында осы элементтің жетіспеуінен туындайтын қан аздығы секілді аурулардың алдын алады. Жүктілік кезінде әйелдерде қан аздығы жиі тіркеледі, ал босану алдындағы аналар құрамында фруктозасы көп тағамды пайдалануы тиіс. Сондықтан қазіргі медицина толғақ қысқан жүкті әйелдерге тәтті жеуге кеңес беріп келді. Толғақ басылғанда әйелдердің тамақ ішпейді, сол әлсіреп қалмасын деп, как энергетический баланс есебінде шоколад жейміз. Оның көбісі қолданылады, енді жақсы әсер береді. Босанар кезінде қанында құрамы аз болса, кейде босанғаннан кейін қан кетіп, кровотечение болуы да мүмкін. А бала енді үнемі сол 2 қабат кезінде ананың қанының құрамында темір аз болса, баланың өсу қабілеті нашарлауы мүмкін, салмағы аз болып.
Нужно кейде күніне жетіспей туып қалады балалар. Сосын өз ішіндегі салмақтары аз болады балалардың. Сондай болуы мүмкін. Екі қабат кезінде әйелдер өздерінің жағдай жасап, күтініп тұрса, тамақтарын уақытылы ішіп тұрса, керекті витаминдерін алып тұрса, әрине жағдайлары жақсарады. Кейбір жастар оған қарамайды. Құрма құрамында өзге жемістерге қарағанда қант мөлшері көп. 60-65%. Олар негізінен ағзаға өте пайдалы фруктоза мен глюкоза өнімдері. Сондықтан бір мақсатта қолданылса да, шоколад пен құрманы салыстыру қисынсыз. Себебі құрма фруктозасы жүкті әйелдің әлсіреген ағзасына күш беріп қана қоймай, жаңа туылған балаға қажетті мөлшерде сүт шығуына ықпал етеді. Ал бүгінде медицинада жедел босандыру мақсатында қолданылатын окситоцин де құрмада бар. Окситоцин тек толғақты жеделдетіп қана қоймай, сүт бездерінің қызметін арттырады. Босанушы әйелдің өмірі үшін ең маңызды қызметтерге қажетті осы бір ғана окситоцин үшін ғалымдар құрманың құндылығын ерекше бағалай түсті. Дүниеге сәби әкелгенде әйелден көп мөлшерде қан кететіндіктен ағзадағы қант мөлшері азайып кетеді. Құрма жемісі ағзаға қажетті қант мөлшерімен қамтамасыз ететіндіктен қан қысымының төмендеуіне жол бермейді. Раббымыздың Мәриям анамызға, Алла оған разы болсын, нұсқағанындай, яғни Құранда айтылғандай, құрма жемісі жүктілік кезде және толғақты жеңілдетуде жаңа босанған анаға қажетті барлық дәрумендерге бай екендігін ғылым 13 ғасырдан соң дәлелдеді. Ал тойымдылығы жағынан құнарлы және пайдалы болғандықтан, бұл жеміс өзге де сырқаттан қалжыраған әлсіз адамдарға өте пайдалы. ақш-тың Калифорния штатындағы Беркелі университетінің ғалымдары құрманың құрамы жүйке жүйесін нығайтатын B6 дәрумені мен бұлшықет қызметін жақсартатын магнийге бай екенін анықтады. Пайғамбарымыз Мұхаммедтің, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, хадисі. Алла тағала әрбір аурумен бірге оның шипасында түсірді. Қасиетті Құранда құрманың жүкті әйелдер мен өмірге келетін сәбилер үшін пайдасы білдірілсе, адамзаттың таңдаулысы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам хадистерінен құрманың өзге де керемет қасиеттерін, оның тек қоректік қана емес, емдік қырынан қарамыз. Құрма негізінен Мәдинада өсетін жеміске жатады. Пайғамбарымыздың ең бір жақсы көрген, ұнатқан жемістерінің бірі осы құрма болған. Ораза кездерінде, ауыз ашқан кездерінде пайғамбарымыз негізінен осы жас, жаңа піскен құрмалармен ауыз ашқан ұнатқан, жаңа піскен жас құрма табылмаса, кепкен құрмамен ауыз ашатын болған. Сонымен қатар, егер кепкен құрма да табылмаса, сумен ауыз ашқаны бәрімізге белгілі. Сонымен қатар, жас нәресте толған кезде сахабаларымыз алдымен пайғамбарымыз алып келетін болған. Пайғамбарымыз бата беріп, баланың сондай таңдайына арабтар тахник дейді, құрмадан ең алғаш дәм татқызатын болған. Бұл да пайғамбарымыз өмірінде құрманың қаншалықты рөл ойнағанын көрсетеді. Белсенділікті арттырып, адам бойына жылу бөлетін, тез еріп сіңетін фруктозасы болса да, құрма қант диабетіне шалдыққандар үшін ешқандай зиянсыз болып шықты. Ал өзге тәтті өнімдерде кездесетін фруктоза қан құрамындағы қантты күрт көбейтіп жібереді де, көптеген ауруларды, әсіресе қант диабетін асқындырады. Қанттың шамадан тыс артып кетуі ағзадағы басқа мүшелерге зиянын тигізеді. Ал құрма құрамындағы қант мұндай зияндылыққа жол бермейді. Пайғамбарымыз құрманың емдік қасиетіне де көңіл аудартқан, тіпті науқастарға қалай құрманы пайдалану керек екендігін де өзі үйреткен. Бір сахабасы көкірегі ауырып пайғамбарымыздан ем сұрап келген кезде, оны Таиф қаласындағы Харис ибн Калада деген табиб, дәрігер кісіге жіберіп, былай деп өсиет айтады: сен ол кісіге бар, саған құрманың әжуа деген түрінен жетеуін алып, дәнегімен қосып, үгітіп, езіп, көкірегіңе жағып, уқаласын, біздің тілмен айтқан кезде массаж жасасын, содан жақсы болып кетесің. Ол кісі осындай емдік тәсілдерді жақсы меңгерген кісі деп айтқан екен. Былайша айтқан кезде құрманың қалай науқастарға қолдану керек екенін, қалай іске жарату керек екенін, осы құрмада емдік шипалық қасиеті бар екенін де айтып түсіндірген. Шөл далада аптаған ыстықта өсетін құрма жемісін зерттеген сайын ғалымдар жаратушының шеберлігіне таңдай қағуда. Өйткені құрма жемісі темір, магний, фосфор, минералды тұздар, А және Б тобының дәрумендеріне бай. Бір-бірінің әсерін күшейтетін С және П дәрумендерінің құрмада қатар кездесуі табиғаттың өзге өнімдерінде өте сирек.
Басқа жеміс жидектерде кездесе бермейтін 23 түрлі амин қышқылы, протеин, мыс, тағы басқа көптеген пайдалы құндылықтарға тұнып тұрса да, құрмада холестерин жоқ. Сондықтан құрманың тек емдік қана емес, диеталық құндылығы да жоғары. Жер бетінде шөл далада жеміс берсе, Құранда сүйіншілегендей, жәннатта бұлақ жағасында жайқалатын құрма жемісі күш, қуат, төзімділікпен қатар адам жасының ұзақтығына септігін тигізеді. Алла сендерге су арқылы егін, зәйтүн, құрма ағаштары, жүзімдер және бүкіл өсімдіктерден өсіреді. Нақ осында түсінетін ел үшін әрине белгілер бар. Қасиетті Құранда 26 аятта аты аталатын құрма жемісін пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ерекше жақсы көрген. Тіпті өзге елдерден өзіне жіберілген сый-сияпаттарды қабылдамаса да, құрма жемісін кері қайтармаған. Бұл құрманың Алла тағаланың адамзатқа жіберген теңдессіз жемісі екенін тағы да нақтылай түссе керек. Құрмадан бал, қант, шырынды сусын, түрлі кондитерлік тағамдар, ал пальма ағашының діңгегінен ұн жасалады, жақса отын. Пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам құрмасы жоқ үйдің иелері аштықта деуі оның жан-жақты құндылығын білдірсе керек. Бұл құрма жемісінің құндылығын ғана емес, оны өсіру арқылы еңбек етудің маңыздылығын аңғартпақ. Халқымыз да қашанда еңбек төбі зейнет деп адал еңбекті ерекше бағаласа, оның бастауы болған Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам әр сөзін қадір тұтқан сахабалардың еңбегі 14 ғасырдан бері ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқанын дәлелдейтін құрма бақтары бүгінге дейін жемісін беріп келеді. Сахабалардан келе жатқан бақтың бірінен біздің де телеарна өкілдері дәм татып қайтқан еді. Шейх Наиф ибн Жаддухтың құрма егіндігіне қош келдіңіздер. Бұл бақшаның 400 жылдық ғұмыры бар. Мына сіздер көріп тұрған құрма ағаштары әжуа, анбара, сафауи және өзге де құрма жемістерін береді. Абдуррахман ибн Ауф есімді сахабаны сіздер жақсы білесіздер. Осы егіндік бастапқы кезде сол сахабаның меншігі болған. Сахабаның құрма ағаштары 800 жылға дейін тұрған. Мәдинаның жоғары жағында да сахабаның егінді деген атпен аталған құрма егіндіктері бар. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өзінің сахабаларға берген бір өсиетінде сендерге жоғарыда өсетін әжуаны жеуді өсиет етемін деген. Ақиқатында да әжуа құрма жемістерінің ішіндегі ең құнарлысы болып табылады. Мұны әлем мұсылмандары мойындаған. Пайғамбарымыз Мұхаммедтің Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын хадисі. Ажуа құрмасы жәннаттан түскен, және онда өлімге шипа бар. Мынау анбара құрмасын беретін ағаш. Оның ғұмыры 120 жыл. Қазірге дейін жеміс беріп тұр, ал мына ағашқа 180 жыл толып отыр. Бұл да анбара құрмасын береді. Оны бабамның бабасы еккен шығар білмеймін. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам тікелей ұрпағы бүгінгі құрма бағының қожайыны Шимғал әл-Құрайши бабалары мен сахабалар еңбегінің жемісін жалықпай жалғастыруда. Ал бұл бақтағы әрқайсысы 100-120 келіге дейін жеміс беретін құрма ағаштары 1,5 ғасырға дейін жайқалып тұрады екен. Ал бүгінде әлем бойынша құрма өнімін экспорттаушы елдер арасында Сауд Арабия корольдігі бірінші орында. Бұл заңды да, өйткені Мәдина қаласы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дәуірінде құрманың, әсіресе жәннаттық әжуа құрмасының отаны болса, бүгінде қажылық маусымында бір ғана шағын дүкенде 2-3 тоннаға дейін құрма сатылады. Қажылық маусымында құрманы көбірек сатамыз. Өзге уақытта да сауда тоқтамайды, бірақ біршама азайып қалады. Жергілікті халықтың да құрманы көп алатын маусымы бар. Әрине қажылық кезіндегі сауданың ауқымын айтып жеткізе алмаймын. Умраны ниет етіп келген бауырларымыз да елдеріне құрманың түр-түрінен алып кетеді. Негізінен адамдар умра құлшылығын Рамазан айы кезінде жасағанда ұнатады ғой. Сондықтан оразада саудамыз жақсы жүреді. Жақфар Абу Исақ Абуддин құрма сатумен 15 жылдан бері айналысып келеді. Ол өз өнімдерінің өтімді болуы үшін Мәдина қаласындағы құрма жемісін әшекейлеп орап әсемдейтін фирмаларымен тығыз байланыста. Сондай-ақ сырттан келетін де құрма түрлерін әсіресе Әл-Қасим және Әл-Алуля атты елді мекендерде өңделетін құрмалар өтімді. Менің есімім Абдуррахман Ахмад.
Мен Йеменнен келгенмін. Осында 21 жылдан бері өмір сүріп келемін. Кәсібім құрма сату. Алушылар негізінен құрманың Мәдинада өсетін Сафа, Ажуа және Анбар атты түрлерін көбірек ұнатады. Сондай-ақ Салаби құрмасына да сұраныс көп. Бұған қоса, Саудияның сыртынан келетін құрма түрлері де бізде көптеп сатылады. Қажылыққа келген кез келген азамат Мәдина қаласында құрма сатып алуға тырысады. Сатушылардың айтуынша, түркі тілдес мұсылмандар құрманы көбірек алады. Олар әсіресе Мабрум құрмасына құмар екен. Бір ғана Мәдина қаласында құрманың 60-тан астам түрі өседі. Құрманың өзге түрлері қажет болса, сырттан әкелінеді. Сондай-ақ Мәдина құрмалары көптеп сыртқа шығарылуда. Қазір Ажуа, Анбара, Суккария, Бархи және өзге де көптеген түрлері өңделуде. Ал Ажуа құрмасы тек қана Мәдина қаласында өсетін қасиетті жеміс. Бір хадисте осы құрманың Ажуа деген түрінің өте адам үшін пайдалы екендігін, адамның иммунитетін арттыруда өте пайдалы екендігін айтқан. Тіпті кімде-кім таңертең тұрғанда Ажуа құрмасынан жетеуін алып жейтін болса, сол күні бойы ешқандай оған уда, сиқыр да дарымайды дейді. Құрмалардың әсіресе қырда өскендерін, биік жерлерде өскендерінің сондай құрмаларда емдік қасиеттің мол болатынын айтқан екен. Пайғамбарымыз құрманы қиярмен де, қарбызбен де қосып жеген кездер болған екен. Сонымен қатар құрманың барни деген сортын, сол түрінде пайғамбарымыз ұнатқан екен. Көршілес бір аймақтан келген кісілермен әңгімелескен кезінде осы құрманың бірнеше түрі болатындығын, солардың ішіндегі ең жақсысы осы барни деген түрі екендігін айтқан екен. Содан жаңа келген кісілер өз аймағына барған кезде осы құрманың барни деген түрін алып, ерекше баптап, ерекше күтіп, ерекше соны көбейтіп, жақсы қолға алған екен. Қауашақтары шоғырланған ұзын құрма ағаштарын өсірдік. Құлдарға қорек үшін. Сондай-ақ жаңбыр мен жансыз жерге жан бердік. Қайта тіріліп шығу да сол тәрізді. Тропикалық өсімдіктердің немесе пальмалардың ортасында тұрсам да, мен қазір ешқандай да араб елдеріндегі құрма бағында емеспін. Біз қазір Алматы қаласындағы жер бетіндегі түрлі өсімдіктерді бір ғана шатырдың астына жиып баптап жатқан ботаника бағындамыз. Құрма пальмалары араб елдерінде өседі. Алайда климаты ұқсас әлемнің өзге аймақтарына да барылып, бүгінде Америка Құрама Штаттары, Мексика, Австралия, Оңтүстік Африка Республикасында құрма өндірісі жолға қойылған. Ал 1969 жылы салынған Алматыдағы ботаника бағына Мәскеу, сол кездегі Ленинград қалаларынан әкелінген 20-30 жастағы құрма көшеттері отырғызылып, олар бүгінде жайқалып тұр. Алайда құрма пальмалары біздің аймақта гүлдесе де жеміс бермейді. Финики у нас цветут. Біздің жағдайда құрма гүлдейді, бірақ өкінішке орай жеміс бермейді. Өйткені құрма пальмалары жеміс беру үшін тамыры суда, төбесі күнде болу керек. Бізде су бар, бірақ күн көзі жетіспейді. Қыста суық болғандықтан жеміс салмайды. Негізінен құрма пальмасы өте жақсы өсімтал келеді. Далада ауа райы 0-ден төмен салқын, аязды болса, ботаника бағында плюс 17 градус. Биіктігі 22 метр тұратын оранжереяда 20-ға жуық пальманың түрі өсіріледі. Жалпы пальма бір діңгекті және бірнеше діңгекті болып келеді. Бұта тектес пальма 3 метрдей болса, бір діңгектінің ең биігі 20 метрге дейін барады, ал диаметрі 1 метрге жуық. Мамандар құрманы пальма тектес өсімдіктер әлемінің патшайымы деп санайды. Арабелина финига, Бирма, Индия, Бирма жағында, отаны Индия, Бирма. Мынау жай финигі, мынау түптеніп жатқан ол бізде орман финигі. Мынау да бәрі, астындағы бәрі орман финигі. Олар да тамырдан шыға береді. Мынау финигтің түрі тамырдан шыға береді. Мынау бізде канар финигі. Канар аралдарда өседі. Финик рабелини тоже финиктердің түрі. Вот бізде. Мына өсімдіктердің жасы 70-80 арасында. Финик пальмалар негізінде 130 жасқа дейін жасайды.
Құрма пальмалар негізінде адамның өмірінде бидайдан кейін екінші орын алады. Өйткені Сауд Арабия елдерінде финиктерден неше түрлі тағамдар жасайды, онда жасайды, отында қылады. 500-дей экзотикалық өсімдіктер өсірілетін бақта бір сәтте жылдың 4 мезгілінің көрінісін көруге болады. Мысалы, Оңтүстік Америка, Жапония елдерінде қазір көктем болғандықтан, сол елдерден алынған азалия гүлі де гүлдеп тұр. Ал жерорта теңізінің аймағында жемісін беріп жатқан апельсин, мандарин, лимон сынды цитрусты жемістер де қазан болуға жақын. Жыл бойы шуақты күн астында 40 градус ыстықта жеміс беретін құрма пальмасының төбесінде күн жетіспегеннен шашақты гүлдердің сыпырғышын ғана көруге болады. Сондықтан құрма пальмасының қалай өсетінін көрсек те, оның жемісін сауда орындарынан іздеуге тура келеді. Пайғамбарымыз Мұхаммедтің, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, хадисі. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям піспей тұрып құрма жемістерін сатуға тыйым салды, және олардан ағаш басында пісіп тұрғаны болмаса, еш нәрсе динар мен дирхамға сатылмайтынын айтқан. Ел арасында екеуі де бірдей құрма аталып кеткенмен, мына екі жемістің бағалары да екі түрлі және әртүрлі елдерден келеді. Мәселен, пальма жемісі араб елдерінен келсе, ел аузында құрма аталып жүрген мына жеміс көршілес өзбек, тәжік елдерінде өседі. Күзден бастап әкелінетін жемістің бір келісі 150 мен 500 теңге арасында. Ал кәдімгі құрманың орташа құны 1000 теңгенің аясында. Это финики, хорма говорят, а это хурма. Это хурма. Аттарын шатастырсақ та, қос жемістің түрі де, дәмі де, пішіні де екі басқа. Ал ғылым әлемінде латынның феникс сөзінен финик аталып кеткен құрманы отанында тәмп деп атайды. Қара түстен ақ түске дейін кездесетін құрманың құрамы көгілдір, қоңыр, сары талшықты жұмсақ болып келеді. Оның 300-ден аса түрі болса, оның тек 3-еуі Алжир, Тунис, Ирак, Марокко, ақш елдеріндегі құрма экспортының 92%-ын құрайды. Біздің сауда орындарында құрма пальмасының жемістері көбіне Иран және өзге де араб елдерінен әкелінеді. Мәселен, мына Алжир құрмасы ірі сауда орталықтарында 160 теңге болса, базарда сәл қымбат. Бірақ базарда құрманың келісін 400 теңгеден бастап таба аласыз. Көтерме базарларда арзанырақ. Жаз бойы егін егіп, бақшасының жемісін қыс мезгілінде біздің базарларға келіп сататын өзбек, тәжік саудагерлері алматылықтардың өрік мейізді жақсы жейтін айтады. Ал құрма саудасы ораза айында жақсы жүреді екен. Вот народы, вот это тоже говорят хурма. Вот это тоже говорят хурма. Ну, мусульмане на Рамазан месяц, Курбан месяц кушают вот это, финики это. Вот это тоже говорят хурма. Основной вот это, мусульманский основной народ кушает это, хурма. Из Ирана хурма хороший финик. Курбан айт, где это роза была, роза айга, роза. Намазда роза гачас. Кен немалага алады, ана курбан айт. Oturup böyle bu yaş babaylar ana жақсы да bu savab için alırlar. Xudoy tamoq jasaylar, Xudoy tamoqqa жақсы bu. Жақсы xurmo. Пайғамбарымыз Мұхаммед, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, былай деді. Араларыңнан кім ауыз ашар болса, құрмамен ашсын. Өйткені онда береке бар. Ораза тұтушының құрмамен ауыз ашуының құпиясының игілігі ғылыми тұрғыда анықталды. Құрманың құрамында адамның саулығы мен миының ұдайы зерек жұмыс істеуіне өте жақсы ықпал ететін 10 элемент бар. Осыны анықтаған ғалымдар адам бірнеше жыл бойы тек құрма мен қара су ішіп қана өмір сүре алады деген байламға келді. Диетология саласында атағы шығып еңбегі сіңген ғалымның бірі доктор Доусон құрманың құнарлығын ескере отырып, бір түйір құрма мен бір кесе сүт адамның күндізгі қажеттілігін өтеуге жеткілікті деген тұжырым жасады. Ал орыс ғалымы Мечников асқазан ішек ауруларында құрманы жеуге кеңес береді. Өйткені оның ас қорыту жүйесін түрлі қалдықтардан тазартатын қыры анықталды. Жүрек, бауыр, бүйрек қызметтерін жақсартып қана қоймай, ішек құрылысындағы пайдалы бактериялардың дамуына жағдай туғызады екен. Тіс кариесінен қорғайтын фтор және иммундық жүйені күшейтетін селен элементі де бар. Қан құрамына оттегі жеткізу қабілеті жоғары болғандықтан, мидың жұмыс істеу қабілетін арттырады. Жаңа піскен түрінде ғана емес, кептірілген күйінде де өте пайдалы. Кептірілген құрманың өзі ми қызметін 20%-ға арттырады екен. Ал оны ыстық сүтке салсаңыз, құрма дәмі тіпті жақсара түседі.
Ғалымдар тәулігіне 15 дана құрма жесеңіз, ағзаға қажетті қан құрамы қамтамасыз етілетінін айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күнделікті таңертең аш қарынға 7 дана құрма жеуге кеңес берген. Пальмада өсетін хош иісті, дәмді әрі тәтті жеміс қана емес, медицинада да құнды болған жемісті Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам мұсылман бейнесіне балаған. Бір хадисте айтылады ғой, ахсан нас ман янфаъ нас, адамдардың ең жақсысы басқаларға пайдасы тигізген деп. Яғни мен жүрген жерінде, жүрген ортасына әрқашан пайда тигізуді басты мақсат ретінде ұстану керек екен. Міне құрмаға қатысты айтылған кезде тағы бір жұмбақ есімізге түседі. Пайғамбарымыз бір күні сахабаларына отырып бір жұмбақ жасырады. Сахабаларына былай дейді: шөлде өсетін барлық жағынан мен адамға ұқсайтын бір жеміс бар. Осы жемісті маған айтып бере аласыздар ма дейді. Сонда сахабалардың әртүрлі жемістерді айтады, бірақ сол жемістің құрма екендігін тап басып айта алмайды. Сол жердегі Абдулла ибн Омар деген жас бала: мен білдім дейді құрма екен, бірақ әдеп сақтап айтпадым дейді. Соңынан пайғамбарымыз өзі айтты дейді, ол құрма деп. Құрманың және бұтағы да, сабағы да, тамыры да, жапырағы да, дәнегі де барлығы адамзатқа пайдалы екен. Сол себепті пайғамбарымыз оны мүминге, яғни бір кәміл бір мұсылман адамға ұқсатқан екен. Құранда құрметпен айтылатын құрма туралы құнды дерек осылайша Алла тағаланың шексіз даналығы мен құлдарына деген сүйіспеншілігін білдіреді. Жаратылыстың керемет үйлесімділігі мен ғажап құпиясы бір ғана құрма жемісіне қатысты деректер Раббымыздың мейірімінің өлшеусіздігін аңғартады. Сондықтан өзімізге күре тамырымыздан да жақын жаратушы иемізді танып, оған құлшылық ету адам баласының нағыз бақыты. Жерде жемістер және шоқты құрмалар бар. Онда қабықты ұрық және аңқыған өсімдіктер өседі. Ендеше, әй адамзат пен жын, Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер? Ол адамзатты құмырадай сыңғырлаған құрғақ топырақтан жаратты. وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين